Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Ең алдымен таза ыдысымызға 1,5 стакан жылы сүтімізді құямыз. Және де 1 стакан су құямыз. Суымыз да жылы болу керек. Жылы суды құямыз және 1 жұмыртқаны саламыз. 8 грамм ашытқымызды саламыз. Жақсылап венчикпен араластырамыз. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді 6 ас қасық қантымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді ұнымыздың тек жарты бөлігін ғана саламыз. Ұнды міндетті түрде еліктен өткізіп аламыз. Және тұз саламыз. Араластырамыз. Енді ұнның қалған бөлігін толықтай барлығын саламыз. Жақсылап араластырып, қолымызбен қамыр дайындаймыз. Аздап ұн қосып жібереміз, және де ұнды тығыздығына қарай плюс-минус жағын қарастырып саласыздар. Жақсылап қолымызбен қамыр дайындаймыз. Бетіне аздап сұйық маймен және 1-2 басып, бетін пищевой пленкамен орап, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз 1 сағаттан кейін әдемі пышный болып көтерілді. Бір басып аламыз да жан-жағын жинақтаймыз. Енді қамырымызды ыдысымыздан түсіріп, жақсылап қолымызбен иілеп, қамырды теңде 2 бөлікке бөліп аламыз. Теңде 2 бөлікке бөліп алдық, енді әрі қайсысын домалақтап шығамыз. Әр қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Арасына ұн сеуіп отырыңыздар. Жақсылап жаямыз. Барлық қажетті ингредиенттерді төменге жазып қоятын боламын, достар. Неге қамырымызды жайып алдық? Енді осы қамырымызға толықтай барлық шетіне сары майды ерітіп жағып шығамыз. Жақ болғаннан кейін дәл осы видеодағыдай жасаймыз. Дәл осылай орап, қамырымызды шетке алып қоямыз. Екінші қамырымызды да дәл осылай ұн сеуіп арасына өте қалың емес, жұқа емес,
орташа қалыңдықта оқтаудың көмегімен дәл осылай жаямыз. Бетіне ерітілген сары май жағып шығамыз. Дәл жаңағындай қайталап, осылай орап шығамыз. Міне қамырларымыз дайын болды. Енді осы қамырларымызды дәл осы видеодағыдай шетінен кесіп шығамыз. Кесіп алдық. Енді бізге шпажка керек болады. Шпажканың көмегімен әр қамырымызды ортасынан осылай бір басып, қолымызбен формаға келтіріп аламыз. Мінекей, осындай формада біздің булочкаларымыз жасалып жатыр. Дәл осы видеодағыдай қайталап барлығын дәл осылай жасап шығамыз. Жасап болғаннан кейін формамызға пергамент қағазын төсейміз, және де қамырларымызды, булочкаларымызды орналастырып, жұмыртқаның тек сары уызын ғана жағамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста қызарып, толықтай қызарып піскенше пісіріп алатын боламыз. Ал енді пешке жібереміз. Мінекей достар, біздің булочкаларымыз пісіп шықты. Өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Иісі де мұрынды жарып тұр. Сіз де дәл осылай осы рецептпен жасап дайындап көрсеңіздер болады. Ортасын бөліп көрсетемін. Мінекей ортасы да толықтай пісіп шығады. Мінекей жұмсақ болып тұр. Сіздер де дәл осылай жасап көрсеңіздер болады. Және де менің арнамнан үнемі осындай рецепттерді көріп отыру үшін арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Назар қойып тыңдағаныңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.